Сәлем достар, сіздермен бірге Наурыз Ысқақов, яғни бүгін ВК-дағы достарымның барлығын қалай удалить етіп тастауыма болады, бірдей барлығын, яғни біртіндеп емес. Яғни бұл айтып отқанымда үйіндегі компьютерлар барлары істейді, ал жоқтары істей алмайды. Яғни сотымен де істеуге болады, оны алда уақытта айта кетем. Ол үшін мына менде мысалы 80 друзьям бар. Бірден сол 80 друзьяның барлығын біртіндеп отпай, қалай барлығын бірдей жойып тастауыма болады деген сұрақ туындап отыр. Ол үшін мен сіздерге бірінші Google-ге кіріңіздер деп айтқым келеді. Одан кейін инструментум деп жазасыз. Содан кейін поиск десеңіз, мұнаның аясында интернет-магазин Chrome-ға кіреміз да. Көріп тұрғандарыңызда интернет өте баяу, сондықтан барынша шыдамдылық танытып, аттап кетпей, басынан аяғына дейін мұқият тыңдап көріп отырыңыздар дегім келеді. Яғни міне установить деп басамыз. Барлығы бірдей тез болмайды, сондықтан установить разрешение дейміз да. Бізге қазақтар барлығы тез болған қалаймыз ғой, барлығы бірдей тез, аяқ астынан барлығы үй салынбайтын үй, бір аптада салынып кетіп коттедж. Ондай мүлде болмайды, бәрі уақытымен. Ең бастысы шыдамдылық болса бәрі де болады. Проверка деп жасалынып жатыр, яғни қазір установить етіледі. Содан кейін барып мен сіздерге айтамын тағы да. Болашақ болыңғыр, білмем не болар, бәлкім аяққа тұрар, бәлкім болар. Ал мен нашақор. Удалось принести готовое разрешение Лофил дейді. Одна-весь тезіріміз. Это установить тасширеміз. Жол аяқ қолы емес тоң түшірек, нан табу керек екі қолға бір көрек. Бір сөзбен түйін жоқ, бақыт дегенне, сөздеймін, бәрібір Құдайдан үмітті үзбеймін. Яғни ноутбуктеріңіз немесе компьютерлеріңіз өйтіп қатып жатқан жағдайда айтатын кезде осы жөнеліп кетеді. Установить разрешение. Проверка жасалынып жатыр. Кетсем деймін. Что-то ошибка шығып тұр, мен сіздерге қазір басқалай түсіндіріп айтып берейін. Яғни жаңа айтып кеткенде ғой. Яғни ноутбуктеріңіз немесе компьютерлеріңіз өйстіп қатып жатқан жағдайда YouTube-ға кіреміз да, кез келген бір фильм, желательно фильм болсын, қосып қоя саламыз. Сосын басқа нәрсемізді шұқылап отыра береміз. Сол кезде шамалы интернеттің скорысы қаттырақ болады. Яғни зуылдап тұрады.
Міне ютубқа кіреміз. Самайма пахыра түсіпті насыл күні. Қаншықы ноутбук. Так, мысалы, мына кітапты қоса салайық. Көңілді тапқырлар алаңы. Сені хит деген бәле болды осы. Болашақ болуын көріп білмем не болар. Бәлкім аяққа тұрар, бәлкім болар. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай, міне YouTube қосылды. Яғни көңілді тапқырлар алаңы көрсетіліп жатыр. Біз ары қарай жұмысымызды істей береміз. Бұл қосылып тұра береді. Сондықтан сол кезде шамалы интернеттің жылдамдығы жақсара түседі. Міне установить деп қайттан бастаймыз. Проверка әдеттегідей. Установить разрешение. Міне установлено деді уже. Көрдіңіздер ғой? Одан кейін мынандай значок пайда болады. Мына жерде соны басамыз. Одан кейін барып через ВКонтакте арқылы кіреміз. Одан кейін ой-ой. Кірілді. Моя страница дейміз. Ағайындар, жақсылап тыңдап алыңдар. Одобрение заявок в друзей дейді. Удаление подписок исходящих заявок в друзья. Очистка списка друзей. Бізге керегі сол. Удалить всех друзей дейміз. Очистка список друзей дейміз. Пользователь не выбран дейді. Оған ұрмаңдама дейміз. Міне кетті уже. 30, 60, 90. Сексен друзьяның барлығы өшіріліп қалды. Міне мына 80 друзьям. Қазір мына арадан бетіп обновить еткенде 80 друзья жоқ болады. Қарап отырыңыздар мұқият.
Ай, бұл жрадым. Міне достар, көріп отқандарыңыздай қазір көріп отқандарыңыздай 80 друзьямыз жоғалып кетті да, автоматически подписчикке барып тығылды десек те болады. Яғни менің друзьямдағы барлар маған ренжіп жүрмеңіздер, қазір мен сіздерді қайттан шығарамын. Яғни бұл мен сіздерге просто так қалай удалить ету керек екенін айтып түсіндіріп жатырмын. Негізінде менің друзьямдағылар, қазір мен сіздерді қайттан шығарам, сондықтан маған ренжіп жүрмеңіздер дегім келеді. Яғни түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни түсіндірген жерлеріңіз болса, Наурыз Ысқақов деп тұр. Осындай парақшаға заявка жіберіп түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрауларыңызға болады. Сіздермен бірге болған Наурыз Ысқақов. Сау болыңдар.